өздеріңіз куә болғандай жаңағы бейтаныс сөздерді естіп жатсыздар. Бүгін сингапурлық әдіс тәсілдерді көпшіліктеріңізде мен біліп тұрмын, бұл қандай әдіс тәсіл екендер деп ойлап тұрғандарыңызды. Өздеріңіз куә болғандай, жақында ғана ресейде бар, Мәскеудің бірнеше балабақшаларының мектептерінде тәжірибе алмасып қайттық. Біз қазір сіздерге сингапурлық технологиялар туралы 2-3 айлық іс тәжірибемізді назарларыңызға ұсынамыз. Сингапурлық технология дегеніміз не? Сіздердің ойларыңызда болып тұрып, әрине. Яғни сингапурлық технологиялар дегеніміз жалпы бала бойындағы 4К моделін дамытуға арналған құрылымдар деп аталатын әдістер мен тәсілдер мен формулалар жиынтығы. Бұл жүйенің жалпы негізі ең бірінші ұжымды топтар мен жұптарға бөліп, берілген материалды өз беттерінше орындауында. Әр бала педагогтың рөліне еніп, көршісіне, яғни әріптесіне берілген материалды жеткізуі немесе керісінше сұрақ қою маңызды. Ал педагог команданың өздері таңдаған адамды немесе жауапты тыңдап, бағалап, түзетіп, көмектесіп, бағыттаушы қызметін атқарады. Сингапур жүйесінің ең тиімдісі 2018 жылы 5 қазандағы президенттің жолдауындағы білім беру ісінде 4К моделіне басты назар аударылады деген іс-әрекетті толықтай іске асыруға мүмкіндік береді. Жалпы сингапурлық әдістеме 5 модульден тұрады. Біріншісі, 20 ғасырдағы білім беруді дамытудың тенденциясы. Екінші, балалардың сыни ойлауын дамыту, проблемалық оқыту, бірлескен топтық оқыту, инновациялық педагогикалық ұжымды қалыптастыру. Жалпы бұл әдістің тарихын сөз етсек, 2013 жылдан бастап бұл әдісті Удмурт республикасы, ал 15 жылдан бастап Ресейдің Тюмень облысында өз тәжірибесінде қолдана бастады. Ал Татарстанда бұл әдісті үлгерімі нашар мектептер қолдана бастады. Олардың нәтижесі 10 есе тиімді болып шыққанынан хабардар етеді. Жалпы әлем бойынша сингапурлық мектеп жүйесі әлемдегі ең ұтымды жүйе деп хабар береді. Сингапур әлемдегі ең жас оқытушы корпусымен мақтаналады. Олардың орта жасы 40 жас. Және олар 40 оқушы отыратын ең үлкен сыныптармен жұмыс жасайды. Осы жағдайға байланысты білім беру әрекетін жеке тұлғаның индивид ретінде белсенділігін жеткізу ғана емес, ұжымдық әрекеттік жұмыстың белсендіру болып табылады. Мұндай әрекет педагог пен бала, бала мен ата-ана сияқты қарым-қатынасты қарғастырады. Сингапурлық бұл әдістің бастауын Сингапурлық әріптестер бұл әдістің бастауын Ресейден алғандарын жасырмайды. Бірақ олар америкалық тәжірибеден өткізіп, Азия технологияларына бейімдегенін жасырмайды. Сингапурлық әдістің негізін салушы орыс психологы Выгодскийдің корпоративтік оқытуы деп болжайды. Сонымен корпоративтік оқытудың 5 базасына тоқталсақ, ең бірінші позитивті қарым-қатынас. Яғни алдына қойған мақсаты біреу ғана, жетістіктегі бір команданың күшімен ғана жететін бірыңғай бүтін болып жұмыс істеуге арналған топ. Екіншісі, топтағы әркімнің жауапкершілігі. Жетістікке жетуде топтың әр мүшесінің жауаптылықты сезіну. Үшіншісі, өзара байланыс. Төртіншісі, сөз арқылы қарым-қатынас жасауы. Бесінші, коммуникативтік бағыттарды дамыту және қалыптастыру, тыңдау, ести білу, түсіну, көмектесуге үйрету. Бұл дағдылар жалпы бала бойындағы коммуникативті күшейтіп, конфликттерді шешуге көмектеседі. Жалпы Сингапур әдісінің 4 ерекшелігін басты назарға алуға болады. Ең бірінші, жаңағы сингапурлық әдіс тәсілдер лего сияқты әртүрлі формулалар мен элементтерден тұрады. Яғни жаңағы сингапурлық әріптестер сингапурлық білім беру ұйымдарында мұндай әдістерді балабақшадан бастайды. Яғни олар бірлескен жобаларды бүлдіршіндер бір-біріне сұрақ қойып, талдап және өз шешімдерін дәлелдеу үшін педагогтармен сөз таластыруға дейін үйретеді екен. Сингапурлық жүйе жаңа айтып өткенде лего конструкторы сияқты
оны кез келген сәтте, кез келген жаңағы элементтерін ыңғайлап жаңағы құрастырып өткізе беруге болады екен. Екінші ерекшелігі сабақ жоспар бойынша басқарылады. Яғни бұл мұғалімге арналған. Сондықтан жаңағы мұғалім өзіне ыңғайлы етіп жаңағы өзінің әрбір жаңағы іс-әрекеттің алгоритмі нақты дәл берілген, секунд, минутына дейін ғана берілген. Сондықтан жаңағы бұндай сингапурлық әдіс-тәсілдермен құрылған сабақ мұғалімге өте жеңілді және тиімді деп айтуға болады. Үшіншісінде бұл ерекшелігі жаңа айтып өткендей педагог бұл жерде бағыттаушы қызмет қана атқарады. Бұл жерде команданың жұмысы көрінеді. Командада тек қана өзінің, әрбір баланың өзінің ғана жауабы маңызды емес, бірлесіп команданың жауабы маңызды. Сондықтан бір-біріне көмектесіп, бұл жерде ерекше маңызды орын алады. Төртінші ерекшелігі әріптестермен кеңестейді. Жалпы кез келген командадағы жауапты, жаңағы іс-әрекетті командасымен, әріптесімен кеңесіп, тек қана сол жаңағыдай әріптестік бағытты қарастырады. Жалпы сингапурлық әдістеме, бұл әдісте барлығы тең болады. Әрқайсысы барлық бала жауап беруі тиіс және барлығы қысқа жауап беруі тиіс. Сингапурлық әдіс бұл әдісті үш түрге бөлінетін оқыту құрылымдарынан тұрады. Яғни бала мен оқу құралдары, және бала мен бала арасындағы қарым-қатынас, үшінші баланың өзінің бағалауы және өзінің сенімділігін көтеретін жаңағы бала бойындағы қабілетті дамыту дейді. Енді мен сіздерге күтілетін нәтижені назарларыңызға слайд арқылы бердім, сіздерге оқымай қояйын. Енді мен сіздерді қазір практика жүзінде, бағана сіздер сабақ кезінде өздеріңізге бейтаныс сөздерді естідіңіздер, хай-фай, тик-тек-тоу деп жатыр. Сондай сөздерді естідіңіздер ғой. Енді сіздер соны іс тәжірибе жүзінде өздеріңізге біз ұсынғымыз келіп отыр. Енді мен сіздерге орталарыңызға 16 ауызыр креативті және педагогтарды, әріптестерді ортаға шақырам. Бұл әдіс микс фриз групп деп аталады. Яғни менің қолымдағы ыдыстан өздеріңізге ұнаған суретті алып, яғни карточканы алып, суретке қарап, қане бәріміз 16 адам шыққан сөйлейді. Келіңіздер, қане біздің әріптестер, қолыңыздар. Давайте. Қызыл Рамазанна, келіңіздер. Ладно, не ходите. Қане, белсенді боламыз. Музыка, не істеу керек музыка ойнап тұрған кезде, қыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Қане, тағы, келіңіздер. Келіңіздер. Үш адам жетпейді әлі. Келіңіздер. Енді мен 16 адамға. Келіңіздер. Қарайсыздар. Тағы бір адам. Келіңіздер. Келіңіз. Өте жақсы, өте белсенді, өте креативті педагогтар екендеріңіз көрініп тұр. Яғни қазір қолдарыңыздағы карточканың бейнесіне қарап, топтарға бөлінеміз. Қараңыздар, бір-біріңізге қаратыңыздар. Қараңыздар. Қалай бөлінесіздер? Қараңыздар. Қане? Белсенді, сіздерге жарты минут беріледі. Болдықтан енді бірінші, екінші, үшінші, төртінші стелге келіп отыра қаламыз командамызбен. Команда қалай төрт-төрттен бөлініп стелге отыра қаламыз.
құрметті әріптестер, сіздерді қазір былай отырсаңыздар, қарама қарсы. Қазір мен сіздерге сіздер қалай орындық тұр, солай отырсаңыздар. Сіздерге өтініш. Сіздер топқа бөліндіңіздер, сіздерге ешқандай нұсқа берілген жоқ. Сондықтан сіздер қазір бір топта мен қалай бөлінгендеріңіз туралы сұрасам, қазір ол үшін өзара келісіп, бір сөзбен бұл жаңағы сабақтың дейміз. Бұл сабақтың тақырыбы қандай екен өзара келісіп, бір ауыз сөзбен, тек қана бір ауыз сөзбен ғана, мысалы тағам, мысалы балықтар туралы болуы мүмкін, тек қана өзара келісіп, араларыңыздан жауап беруге бір адам шығады. Сол дайынсыздар, хай-файв. Өте жақсы. Хай-файв дегеніміз бұл қолды көтер деген сөз, жалпы қолды көтер деген сөз, яғни дайын деген сөз. Мына жерде екінші слайдта мен айтып кетейін, мына жерде хай-файв, сингапурлық жаңағы әдіс тәсіл сөздерден топтарға бөлу ден басталады жалпы. Міне жаңағы мұғалім ортада жан-жағын отырғызу арқылы бұрынғыдай өзіміздің тақта маңызды емес, бұл жерде педагог және балалардың бір-бірін көретіндей отыруы маңызды, немесе екінші тәсіл. Ал енді сіздер жаңа хай-файв айтып қойдыңыздар, сондықтан мен сіздерге қазір бұл топта ең ұзын бойлы әріптес жауап айтсын деп отырмын. Ұзын бойлы кім? Бізде көкөністен жемістер, біз дәрумендер деп қоямыз. Өте жақсы, сіз солай да отырсыздар. Келесі топ. Өте жақсы, уже біліп алдыңыздар. Сіздерден қызыл киімді әріптесті тағамдар деп отырсыздар. Жалпы мен жаңа переживать етіп кеттім ғой деп. Жалпы отырғызған кезде сіздер бір-біріңізбен амандасуларыңыз керек еді, мен енді содан ауытқып кетіппін. Жалпы команда, мына сіздер командасыздар. Жалпы сіздер бағана өздеріңіз көргендей, практика жүзінде көргендей, сіздер қарама-қарсы әріптестер. Ал сіздер иықтас әріптестер. Қазір сіздер қарама-қарсы әріптестер бір-бірімізбен қол беріп амандасамыз, иықтас әріптестер иығымен түртісіп амандасамыз, ал бәріміз бірге қолымызды бір-бірімізге қойып, ортаға қойып, атымызды атап, атымызды, есімімізді сәлем. Өте жақсы. Жалпы осындай тәсілдермен жаңағы сабақтарымызды бастауға болады. Сіздер уақыттың жаңағы тығыздығына байланысты өткізіп кетіп отырып, мына хай-фай әдісі, яғни жаңағы тыныштық сигналы деп айтуға болады. Бұл жерде жаңа өздеріңіз білгендей, жаңағы мұғалімде қол көтеруге болады, немесе команданың қайсы дайын болды, сол хай-фай деп жаңағындай топтың дайындығын көрсетеді. Бізде жаңа бұл өтіп кетті, сіздер тақырыпты таңдап алдыңыздар. Бұл жерде келесі бұл жерде раунд тейбл деп аталады, жаңағы біздің тақырыпты таңдағанымыз. Келесі, мен сіздермен қазір жаңа өздеріңіз көргендей тик-тек-тоу ойын ойнағым келіп отыр. Қолды алдарыңызда мынандай кестеленген қағаз жатыр, соған әрқайсымыз қазір мен тапсырма берем. Келесі, мынау жерде бұл тапсырмада, әрбір тапсырмада жаңағы дұрыс егер жауап болатын болса, сіздер крест белгісін қоясыздар. Егер дұрыс емес жауап болатын болса, онда 0 белгісін қоясыздар. Сол келістік. Менің ойымша, бірінші тапсырма белгілейміз. Менің ойымша
машина тек геометриялық пішіндерден тұрады. Қоямыз бәріміз, белгілейміз. Менің ойымша, машина тек геометриялық пішіндерден тұрады. Дұрыс болса, крест белгісін қоямыз. Дұрыс емес болса, нөл белгісін қоямыз. Екінші, кәмпит шаршы және екі бұрыштан тұрады. Қойдық па? Үшінші, сыйлық тек 2-4 бұрыштан тұрады. Үлгердік па? Бұл жерде, мен жаңа тағы ұмытып кеттім, бұл жерде тек қана қарама-қарсы әріптестер жұмыс жасайды. Енді бізде жаңағыда енді ғана іс тәжірибемізге кірісіп жатқаннан кейін ұмытып жатырмын енді, кешіріңіздер. Сөмкенің көлемі шаршы сияқты. Төртінші. Паровоздың бейнесі 2 шаршыдан тұрады. Үлгердік па? Алтыншы. Менің ойымша зымыранда тік 4 бұрыш бар. Ой, жоқ. Үш қалып болды ма? Үйдің бейнесі 2-3 бұрыштан құралған. Паровозды айттық қой, айтқан жоқпыз ғой, паровоз айттық та. Үйдің бейнесі 2-3 бұрыштан құралған айтылды. Менің ойымша мысықтың бейнесі дөңгелек пен 3 бұрыштан тұрады. Зымыран мен жазбаппын. Зымыран тек 3 бұрыштан құралған. Менің ойымша мысықтың бейнесі дөңгелек пен 3 бұрыштан тұрады. Шырша 3 бұрыштан тұрады. Бәрі тапсырма орындалды ма? Енді сұрақ қойы тапсырма әріптес, иықтас әріптестерге. Енді иықтас әріптестер тапсырманы бір-бірмен алмасады, бір-бірін тексереді. Иықтас әріптестер. Тексердіңіздер ма? Кімде 6 крест және 3 нөл шықты? Өте жақсы. Ау, хай-файв деп айтпайсыз ба? Өте жақсы. Болдық па? Өстіп, осындай тапсырманы балалармен ойната беруге болады. Енді мен сіздермен келесі. Енді мен сіздермен take off touchdown деген ойын ойнағым келіп тұр. Бұл жерде қазір мұқият болыңыздар. Орнымыздан, егер сіздер келіспесеңіздер, орындарыңыз отырасыздар, келіссеңіздер, орындарыңыздан тұрасыздар. Бүгін кім ашуланды? Ешкім ашуланған жоқ па? Бүгін кім адасты? Өте жақсы. Адасқандарды өз тауып алуға болады да? Бүгін кім ертеңгі аста кофе ішті? Өте жақсы. Бүгін кім осы жерге асығам деп таңғы ашқарым келді? Міне, өсі. Көрдіңіздер ғой. Мен сіздерге уақыттың тығыздығына байланысты мен сіздермен 3-4 өткіздім. Назарларыңызға рахмет. Өстіп сіздердің тәжірибелеріңіз сәтті болсын. Рахмет сіздерге, белсенді болғандарыңыз үшін.